Қияндағы ызғырық. Үйлеріңізге тыныштық, отбасыларыңызға береке тілеймін, құрметті оқырман. Кейде адамның өмірінде ұмытылмайтын күндер болады. Жылдар өтсе де сол күндердің иісі, дауысы, тіпті түнгі қараңғылығы көз алдыңнан кетпейді. Менің балалық шағымда болған мына бір оқиға да сондай. Ол кезде біз бәріміз бір үйде тұрдық. Сабақтан үйге келсем, үйдің төріндегі үстел басында екі еркек шай ішіп отыр екен. Шай деймін ау, ол кездегі шайдың жайын өздеріңіз де түсінерсіздер. Үстел үстінде бөтелкедегі Қытай арағы жын-жын. Екеуі де біраз қызып алған. Бір анамның бауыры, екіншісі ауылдасымыз Мәрзия апайдың жалғыз ұлы. Мәрзия апай бұл баласын ерекше жақсы көрді. Өлер алдында анам мен әкеме баламды сендерге аманат еттім. Қарап жүріңдерші деп өтінген екен. Анам да сол аманатты жерге тастай алмады. Оны өз баласындай немесе өз бауырындай көргенде шығар. Бірақ мен оны ешқашан ұната алмадым. Өйткені оның істегенін адамшылыққа сыйғызу қиын еді. Үйде не көрсе, соны қолды қылатын. Қасық болса қасық, көйлек болса көйлек, тіпті сыртқа жуып шайып қойған киім-кешекке дейін ұрлап кетті. Бірде сол киімдердің бірін оның әпкесінің үстінен де көрдік. Анам бәрін түсінсе де үндемеді. Ол аздай сәл ішіп алса болды, біздің үйге салпақтап жетіп келетін. Анамның қасына отырып алып, апа, сіздің үйіңізді өз үйімдей көрем ғой. Махаббат шапағат деген осы шығар деп қылжақтайтын. Біз балалар оның бұл қылығына ішімізден зығырданымыз қайнайтын. Сол күні де оның қасына анамның бауыры қосылыпты. Екеуінің бір жоспар құрып отырғаны бірден байқалады. Кенет сырттан көлік дауысы естілді. Қызыл Жигули үйдің алдына келіп тоқтады. Көліктен еңгезердей қара жігіт пен анамның тағы бір бауыры түсті. Қара жігіт үйге кіріп келе жатып, менің басымнан сипап, сары қыз деді. Әрі қарай өте шықты. Мен оның қолынан еріксіз басымды тартып алдым. Сол сәтте олардың қораға кіріп шыққанын көрдік. Біраздан соң бәрі белгілі болды. Қорада екі жылқы тұр екен, ұрланған жылқылар. Анамның өңі сұрланып кеткен. Мыналарың не деді ол дауысы дірілдеп. Бұл малдың иесі бар ғой. Ешкім жауап берген жоқ. Біреуін сойып алайық та, екіншісін алып кетерміз деді жайбарақат қана. Арам келген малдың берекесі болмайды деді анам. Алып кеткендеріңнің обалына қалмаңдар. Бірақ оның сөзін ешкім тыңдаған жоқ. Түн қараңғылығын қалыңдата түсті. Үйдің ішін еттің иісі басты. Қазан көтеріліп жылқының майы пісіп жатты. Ал біз балалар құр-талқанға қарап отырғанбыз. Қарнымыз аш қой. Алдымызға жаңағы ет келгенде бір сәтте бәрін ұмытып ашқарақтана жей бастадық. Жылқының сап-сары майы ауызға тигенде балалықпен мәз болғанымыз рас еді. Бірақ оның соңғы жақсылыққа апармады-ау. Үйдегі бесеуміздің де ішіміз бұзылып, түні бойы мазамыз кетті. Әйтеуір шаршап шалдығып бір кезде ұйықтап кетіппіз. Түнгі 4-тер шамасы еді. Айқай-шудан оянып кеттім. Аш есікті, жылқымызды тауып беріңдер. Қайда жасырдыңдар? Есік бір ашылып, бір жабылып жатты. Мен ақырын ғана көрпемнің астынан басымды шығардым. Үйге бірнеше бейтаныс адам кіріп жүр екен. Олардың ашулы дауыстарынан бәрі түсінікті болды. Бұл ұрланған екі жылқының иелері. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Енді не болдық деп ойладым. Адамдар қораны, ауланы тінтіп шықты. Бірақ әлгі жылқылардың ізі де қалмаған. Біреуін ойып тастаған, екіншісін әлгі қара жігіт әлдеқашан алып кеткен екен. Таң атқанша ауылдың үстін ауыр тыныштық басты. Ертеңінде демалыс болатын. Біз балалар мектепке дәптер, қалам алуға, ақша керек болып тұрып, темір-терсек жинауға шығып кеттік. Бүгін көп темір жинайық деді бауырым. Дәптер де қаламды аламыз ғой дедік. Біздер 2 сағаттай уақыт өтіп, қаптарымызды толтырып үйге қайттық. Бірақ үйге жақындағанда бір түрлі жағдайды байқадық. Аулада әлі де адамдар көп еді. Бұлар не қып жүр деді бауырым. Үйге кірсек, жаңағы адамдар әлі кетпеген. Бірақ бұл жолы олардың іздеп жүргені жылқы емес еді. Погребті ашып ішінен палас, кілем, ыдыс аяқ және басқа да үйдегі заттарды шығарып өзара бөлісіп жатты. Сонда барып шындықтың беті ашылды. Олар түнде үйді де тонап үлгерген. Менің жүрегім мұздап қоя берді. Анам болса үнсіз отырған күй отыр.
кеше ғана арам малдың берекесі болмайды деп шырылдаған еді. Ал бүгін оның айтқанының мәні бәріміз анық түсінгендей едік. Ақыры әлгі адамдар үйлеріне қайтты. Ал бұл оқиға ауыл ішінде ұзақ уақытқа айтылып жүрді. 4 жылдай уақыт өтті. Бір күні әлгі 2 ұрының ұсталғанын естідік. Сатылған биенің иесі танып қалды. Сөйтіп екеуі де сотталып түрмеге кеткен. Бірақ оқиғаның соңы бұнымен біткен жоқ. Мәрзия апайдың жалғыз ұлы түрмеден шыққан соң үйленіпті. Бірақ бұрынғы әдеті қалмаған екен. Әйелін қатты қызғанып, ақыры ашумен балта көтеріп, оны өлтіріп тынған. Тағы да сот, тағы да түрме, соңында оның түрмеде қайтыс болғанын да естідік. Жылдар өте келе сол оқиғаға қайта-қайта ой жүгіртеміз. Бала кезінде мен тек солардың ұрлығын, арақты, түнгі айқай-шуды көрдім. Ал есейгенде барып түсіндім. Адамның жасаған әр ісі оның соңынан көлеңке болып керетте отырады екен. Біреудің ала жібін аттаудан басталған жолдың ақыры қандай қасіретке апаратынын ешкім сол сәтте ойламаған. Біреудің затын ұрлау ұсақ нәрсе сияқты көрінуі мүмкін. Біреудің малын ұрлау одан да үлкен қылмыс. Ал адам өмірін қысқа қиюға дейін барған адам өз өмірінің де мәнін жоғалтқан адам. Сол түні біздің үйге кірген қараңғылық тек түннің қараңғылығы емес екен. Ол адамның жүрегіне кірген қараңғылықтың белгісі екен-ау. Сондықтан құрметті оқырман, қандай жағдай болса да адалдықтың жолынан айнымайық. Өйткені дүние жоғалса қайта табылады, мал кетсе орны толады. Ал адамның абыройы мен өмірі жоғалса, оны ешқандай байлық қайтара алмайды. Үйлеріңізге тыныштық, отбасыларыңызға береке берсін. Жамандықтың жолы алыста, жақсылықтың жолы әрдайым жақын болсын. Назарларыңызға рахмет.